Сәлем достар, бүгін кешкі асқа мен өте пайдалы әрі дәмді сусын жасадым және салат дайындаған болатынмын. Бірге жасап көрейік. Ең алдымен сусыннан бастайық. Біз блендерге 2 банан, 4 мандарин, 2 ас қасық бал, 3 құрма, 150 грамм сүтті қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің қансыз өте пайдалы әрі дәмді энергия беретін сусынымыз дайын болды. Бұл сусынды көбіне таңертең аш қарынға емес, таңғы астан кейін немесе кешкі жеңіл ашыққанға, тренировка алдында энергия үшін ішкен жақсы. Өйткені банан, бал, құрма энергия береді, ал мандарин сергітеді. Бірақ түнде кеш ішпеген дұрыс, себебі тәттілеу сусын. Және де кешкі асқа жеңіл салат дайындаған болатынмын. Бізге керегі 2 алма. Алманы жақсылап тураймыз. Одан кейін 3-4 свекла, яғни қызылшаны да тураймыз. Пиязымызды, қызыл пиязымызды салатқа арналған жақсылап турап, араластырамыз. Тұз бұрышын, дәмдеуіштерін қосамыз. Міне соңында қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Өте оңай, жеңіл дайындалатын салаттың түрі. Егер де сізде осындай пайдалы әрі дәмді, оңай жасалатын тағамдарды іздесеңіз, мен арнама жазылып, мен күнделікті сіздерге рецепттермен бөлісетін боламын. Міне мен жасаған салатымнан дәмін көруде өте керемет деген баға берді. Егер де сіздерге де ұнаса, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.